сарбаздардың шағын тобына белгілі бір аймақта бақылау жүйесін орнату туралы бұйрық беріледі. Хан жабдықтармен айналысып жатады, ал Уилсон монитор арқылы бәрін бақылап, жылу датчиктерін қадағалайды. Уилсон бір түрлі көрсеткіштерді байқап қалады, бірақ оның не екенін түсініп үлгермей жатып, байланыс үзіледі. Лағнет. Хан қалқаншаға қайтып оралып, оның тесілгенін көреді. Іштей егеу құйрық болғандықтан, ол бәріне сол кінәлі деп шешеді. Сонымен бірге басқа қызметкер Форс сыртқа датчиктер орнатып жатады. Ол Уилсоннан жауап беруін сұрайды, бірақ арғы жағында тыныштық. Ханның да жағдайы мәз емес еді. Форс артына бұрылған бойда мутацияға ұшыраған адамды көреді. Қандайда бір байланыс орнату әрекеттері нәтиже бермейді, және Форстың көзін жояды. Сарбаз Рейдинг Форстың айқайын естиді, бірақ бұл тұзақ болатын. Жақын жерде ақш армиясының отряды соғысып жатады. Олар винтовкадан бастап қол гранаталарына дейінгі барлық қолжетімді қаруды қолданып, содырларға тойтарыс береді. Кенет тұман арасынан бір әйел жүгіріп шығады. Наполеон оған кетуді өтінеді, бірақ ол жау болып шығады. Егер бұл оқу-жаттығу жиыны болмағанда, бүкіл отряд қырылып кетер еді. Джеффри біліксіздіктер үшін отрядты сөгіп тастайды. Сендердің бәрің оңбай жеңілдіңдер, және ресми түрде өлдіңдер. Ол оларға жабдықтарды 13-ші секторға жеткізу туралы тапсырма берілгенін хабарлайды. Бұл тапсырма өте құпия, сондықтан олар бұл туралы ешкімге айтпауы тиіс. Секторға бара жатқан жолда бір жұп сарбаз 13-ші сектор туралы талқылайды. Біреулер ол жерде ядролық қарудың түрлері сыналғанын естіген және аумақтың қауіпті болуынан қорқады. Джеффри оған басшылық бәрі қауіпсіз екенін айтты деп жауап береді. Базаға келгенде басқа адамдар болмайды, тек бос шатырлар ғана тұрады. Сарбаз рация арқылы адамдармен байланысуға тырысады, бірақ ешкім жауап бермейді, ал сол уақытта жартастан оларды біреулер бақылап тұрады. Крэнк бункерді тексеруге барып, жарқанаттарды көргенде қатты шошиды, ал басқалары алдын ала сындырылған спутниктік телефонды тауып алады. Олар мұны талқылап үлгермей жатып, рациядан дауыс естіле бастайды. Арғы жағындағы ер адам оны құтқаруды өтінеді. Оның айтуынша, ол жоғарыда бір жерде, ал сол кезде шыңнан айнамен белгі бере бастайды. Джеффри жігітке көмектескісі келеді, ал Наполеон жоғарыдан бұйрықсыз өз беттерімен әрекет етуге болмайды деп есептейді. Джеффри мұнда ең бастысы болғандықтан, ол Наполеонды жазалап, әжетхананың қасында тұруға мәжбүрлейді. Эмбер өзінің тартымдылығын пайдаланып, Джеффриден лагерде қалуға рұқсат алады. Ол орындыққа отырып, біреудің алло деген дауысы шыққан рацияны тыңдайды. Біраз уақыттан кейін отряд жоғарыға көтеріле бастайды. Сразу дерлік Микки тұзаққа түседі. Бақытқа орай, оны шығарып үлгереді. Джеффри шұңқырға тас лақтырады, дыбысына қарағанда ол өте терең. Дегенмен Микки аяғын жарақаттап алады, және оған лагерге қайтуға тура келеді. Ол жақта Наполеон әжетханаға баруды ұйғарады, бірақ оған монстр шабуыл жасайды. Эмбер Наполеонның сөзіне сенбей, әжетхананы ашады да шошып кетеді. Бұл жартылай тірі Уилсон еді. Ол соңғы күшімен, олар осында деп айтады да көз жұмады. Наполеон біреулер Уилсонды ұзақ азап шексін деп әдейі жаралаған деп есептейді. Наполеон көмек шақыруға тырысып жатқанда, біреу олардың жүк көлігін жойып жібереді. Эмбер өзінің винтовкасының жоғалып кеткенін көреді. Оның басына басқа отрядты іздеуге шығу туралы кемеңгер ой келеді, бұл үлкен қателік еді. Төбелес басталады. Эмбер барлық шабуылдардан жалтарып, таспен қорғанады. Оның бағына орай, бұл шуды Микки естіп, монстрды жаралайды. Мутант өлгісі келмей, шұңқырға секіріп кетеді. Кенет жартастың бір бөлігі тесіліп, Миккиді ішке тартып әкетпек болады. Эмбер жауды нысанаға алғысы келеді, бірақ Микки бүкіл орында алып тұрады. Екеуі Миккиді бар күшімен тартады, бірақ монстр әлдеқайда күшті болып шығады да олжасын алып кетеді. Жақын жерде Денмер таудың шыңына қарай өрмелеп бара жатады. Кейінірек олар Форстың бәтеңкесін тауып алады. Спитер лагермен байланысады, бірақ ол жақта ешкім болмайды. Содан кейін олар ер адамды іздеуді жалғастырып, кезекті тұзаққа түседі. Монстр Спитерді ұрады, оны рюкзагы құтқарып қалады. Монстр тактикалық шегініс жасайды. Осы қарбаласта Спитер қорыққаннан байқаусызда Джеффридің көзін жояды. Эмбер мен Наполеон атыс дыбысына жүгіріп келіп, өздерінде де шығын барын айтады.
Отряд кері төмен түсе бастайды. Ара-тұра Делмер тастардың арасынан біреуді көріп қалады, бірақ оқ атпайды. Спитер арқанмен түсіп жатқанда арқан шыдамай, тағы бір шығын болады. Крэнк Наполеонға айқайлап, бәріне соны кінәлайды. Бірақ Делмер біреудің арқанды кесіп кеткенін түсінеді. Сонымен қатар, мұнда жатқан сөмкелерден басқа арқандар да жоғалған еді. Басқа жол табу керек. Бірақ барлық жол тұйыққа тіреледі. Есесіне олар жартылай тірі ер адамды тауып алады. Ол тау астындағы үңгірлерде эксперименттерден мутацияға ұшыраған адамдар тұратынын айтып береді. Олар барлық еркектерді өлтіреді, ал әйелдерді кейінгі мақсаттар үшін ұстап алады. Бірнеше минуттан кейін мутанттардың бірі отрядқа шабуыл жасайды, бірақ бұл жолы оның көзін жояды. Дәуде болса масқара. Мисси команданың қасында әжетханаға барғысы келмей, алысқа ұзап кетеді. Мұны мутант пайдаланып, қызды шахтаға сүйреп әкетеді. Отряд көмекке жүгіреді, бірақ Стапс кенеттен ойын өзгертеді. Ол көмек іздеу үшін жер бетіне шықпақ болады. Үңгірдің іші тас қараңғы еді. Соған қарамастан олар қыздың телефонын тауып алады. Олар кішкене парақтардың өткелдерді жауып тұрғанын көреді. Ең батыл Делмер бірінші болып еңбектеп кіреді. Ол жақта ешкімнің күтіп тұрмағанына көз жеткізген соң, бәрі бірінен соң бірі құбыры арқылы төмен түседі. Ал Стапс жалғыз қалу туралы шешімінің қате болғанын түсінеді. Оны мутант ұстап алып көзін жояды. Отряд су басқан деңгейге шығады. Наполеон мен Эмбер кезекті тұзаққа түсіп төмен құлайды. Крэнк пен Делмер жоғарыда қалады. Бөлінуге тура келеді. Мисси де төменде еді, бірақ мутант оның айқайлауына мұрша бермейді. Крэнк пен Делмер жаңа мәселеге тап болады. Үңгірдің ортасындағы тұңғиық. Крэнк секіріп өте алмай, жиекке зорға ілініп тұрады. Делмер қолын созып, жолдасын жоғары шығарып алады, ал Наполеон мен Эмберге монстр шабуыл жасайды. Бірақ бірден екеуіне қарсы тұруға оның шамасы келмейді. Өткелде тағы бір мутант көрінеді. Ол ештеңе көрмейді. Люктердің қасында отырған жұп та солай. Олар басқа бөлмеге құлайды. Ол жерде агрессивті емес мутант болады. Ол олардан қорықпауды өтінеді. Делмер мен Крэнк туннелге кіреді. Соқыр мутант оларды естіп оқ жаудырады да, дәл Делмерге тигізеді. Крэнк жауап ретінде оқ атып көртышқанның көзін жояды. Мәселе оларда енді оқ қалмады. Бүкіл команда қайта қосылады. Бірақ Делмер алған жарақаттарынан көз жұмады. Мутант үштікті есікке қарай апарады, бірақ ол ашылмайды. Эмбер Миссиді қалдырғысы келмей, оны іздеуге кетеді, бірақ Крэнк оның өлгеніне сенімді. Крэнк қораптарда динамит жатқанын байқайды. Бұл есікті ашудың тамаша жолы. Дегенмен Эмбер құрбысын тастап кете алмай, оны іздеуге аттанады. Наполеон оның соңынан еруге мәжбүр болады. Крэнк динамитке жетеді, бірақ оның ажыратқышқа қосылғанын байқамай, бүкіл қорды жарып жібереді. Бұл жарылыс манекендер отырған басқа бөлмеге жол ашады. Олардың арасында мутант тығылып тұрған еді. Төбелес басталып, жұп жеңімпаз болып шығады. Үңгірдің соңында олар Мисси мен басты мутантты табады. Эмбер Миссидің телефонын қосып, мутанттың назарын аударады. Жаңбыр, кішкентайым Паутишка. Ол кеткен кезде жұп қызды босатады. Бірақ мутант тез оралады. Ол сондай мықты болғаны сонша, адамдарды жан-жаққа лақтырады. Эмбер соңғы оқты оның басына дәл тигізеді, бірақ тіпті бұл да оны тоқтатпайды. Тек ұйымдасқан жұмыстың арқасында ғана оны жеңудің сәті түседі. Бірақ олар өздерін әлі де біреудің бақылап тұрғанын сезбеген еді. Ұлттық гвардия курсанттары мен олардың сержантының жоғалып кетуі түсініксіз күйінде қалды. Ресми түрде олар хабарсыз кеткендер деп жарияланды. Осымен фильм аяқталады.